Сіз неге құмарсыз? Ақшаға ма әлде кедейлікке ме? Жай бір байқап көрейінші деген ниет сізді ұшпаққа шығармайды. Қандай да бір нәтижеге жету үшін көрсетілген ережелердің барлығы күнделікті дағдыға айналғанға дейін қайталағаныңыз жөн. Басқа жолмен ақшаны өзіңізге тарта алмайсыз. Кедейлік кедейлікті жаны қалайтын адамға үйір. Керісінше ақша тек соның жолында еңбек етіп, әртүрлі заңдылықтар арқылы оны табуға ниеттенген адамның қолына бітеді. Ақша туралы ойлауға шамасы келмейтін адамның санасы кедейлік құрсауында қалмақ. Ол кедейлік туралы ойламасаңыз да, сіздің санаңызды емін-еркін дендеп алады. Ал ақша туралы ой пайда болғанның өзінде оны жүйелей білгеніңіз жөн. Жоғарыда айтылған ойлардың маңызын жете түсінгенде ғана табысқа жету жолында табандылықтың қаншалық өзекті екенін ұғынатын боласыз. Табанды болмасаңыз ісіңізді бастамай тұрып-ақ жеңіліске ұшырайсыз. Ал табандылық сізді жеңіс тұғырына шығармақ. Өміріңізде кемінде бір рет болса да түнде бастырылып қалған болсаңыз, онда табандылықтың қадірін түсінесіз. Сіз жартылай ояу төсекте жатырсыз. Біреу алқымыңыздан алып тұншықтырып жатқандай ма қалай? Осы қорқыныш сезіміне бола сіз ары-бері аунамақ түгіл аяқ-қолыңызды қозғалта да алмайсыз. Ақырында қайтсем де бойымдағы қайратымды жинағаным жөн деген ойға келесіз. Осы ойды іске асыру үшін бар ерік-жігеріңізді бойыңызға жинап, ақыры саусақтарыңызды, сосын қол-аяғыңызды қозғалта бастайсыз. Осылайша барлық денеңізді икемге келтіресіз. Сөйтіп түнгі сұмдықты жеңіп шығасыз. Жоғарыда айтылған тәсілдерді қолдана отырып, сіз ой енжарлығын құрықтай аласыз. Әрине көзді ашып жұмғанша емес, баяу, асықпай, бірақ сенімді түрде. Тіпті ісіңіз тасбақа жүріспен іске асып жатса да, табандылықтан таймаңыз. Табандылық сізді табысқа жеткізетін сенімді жол. Сіз ұжымдық сана тобының мүшелерін ыждағаттылықпен таңдай білген болсаңыз, сол топтың ішінде кемінде бір адам сізге табандылық қасиетінің тамыр жаюына септігін тигізе алуы мүмкін. Мол байлыққа жеткен адамдардың көпшілігі табанды болуды басына түскен жағдайға байланысты үйрене білді. Бойында табандылық қасиетін жетілдіре алған адамдарда сәтсіздікке қарсы тұра білетін қорғаныш пайда болады. Олар өмірде қанша рет сәтсіздікке ұшыраса да, ақырында жеңіс тұғырынан көріне алады. Кейде адамдардың табандылығын сынау үшін сәтсіздікке әдейі ұрындыратын көзге көрінбейтін тылсым күш бар деген ойға келемін. Басына келген сәтсіздік сезімінен бойын тез жинап, тағы да алға жылжитын адамдардың мәре сызығына да басқалардан бұрын келетіні сөзсіз. Сол кезде қоштаушылар да табылып, жарайсың, сенің қолыңнан келетінін біліп едік дейтін болады. Жоғарыда айтылған бізді сынаушы тылсым күш ешбір адамды өзінің сынынан өткізбей жеңіс тұғырына шығармайды. Сыннан өтпегендер бұл жолды қайта жүруге мәжбүр. Ал сыннан сүрінбей өткендер өздерінің табандылығының арқасында мол байлыққа кенеледі. Осы табандылығының ақысы ретінде олардың маңдайына тек жеңіске жету бұйырған. Бұл ма, олар тіпті таусылмас қазынаға да қол жеткізеді. Ал бұл қазына әрбір сәтсіздік өзімен бірге жеңіс ұрығында қоса алып жүреді деген шексіз білім. Ал аталмыш білім материалдық құндылықтан да бағалы.